Сәлем достар, бүгін сіздермен шірекше пирогын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды жақсылап бір араластырып аламыз миксердің көмегімен. Одан кейін үстіне қантымызды, яғни шекерімізді 3 бөлікке бөліп, жайлап салып миксермен араластырып отырамыз. Одан кейін үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді және сұйық майымызды салып, жақсылап араластыруымыз қажет. Ұнымыздың үстіне алдын ала мен 1 шай қасық разрыхителді салып араластырып алдым. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп алуымыз қажет. Ұнымызды тестамыздың ішіне 3 бөлікке бөліп салатын боламыз. Осындай бізде қою қамыр шығады. Енді ішінен 2-3 қасық бөлек ыдысқа қамырымызды салып аламыз. Үстіне жарты шай қасық какао қосамыз, немесе 1-2 тамшы краситель қоссаңыздар болады. Мен какао қосамын, маған осылай ыңғайлы. Енді жақсылап араластырып дайындап аламыз. Одан кейін бізге шприц қажет болады, медициналық, немесе дүкендерде сатылатын арнайы мешокты пайдалансаңыздар болады. Неміз қою массамызды осылай 22 формаға салып, үстіне шірекшемізді әдемілеп шприцтің көмегімен құятын боламыз. Одан кейін әсемдеу үшін бізге шпажка қажет болады. Алтын ала қызып тұрған 180 градусты пеште 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Дәмі өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.